Ассалаумағалейкум. Еліміздің бас арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Бүгін Алатау баурайында аламанға түскен саңлақтарымыз тағы 4 алтын олжалады. Қождымызда барлығы 15 медаль бар. Соның 6-ы алтын. Командалық есепте Ресейден кейінгі 2-ші орындамыз. Универсиададағы жеңіс сәттерімізге кеңірек тоқталамыз. Әзірге бірер ресми ақпарға кезек берейік. Бүгін мемлекеттік қызмет жөніндегі заң талабына сәйкес жұмысқа кіріскен саяси мемлекеттік қызметшілер салтанатты түрде халыққа президенттің алдында ант берді. Олардың қатарында бас прокурор, ұлттық банк төрағасы, президент әкімшілігінің лауазымды тұлғалары, үкімет мүшелері мен өңір басшылары бар. Президент мемлекеттік қызметкерлерге жүктелетін міндет артып, сала мамандарын іріктеу талабы күшейетіндігін алға тартты. Ант етеміз. Халқы мен президент алдында. Ант беру арқылы сіздер өздеріңізге үлкен мерейлі міндет, жауапкершілік жүктеп, адал қызмет істеуге серт бердіңіздер. Азаматтың бағасы, ерлігі менен ержүректігі, отансүйгіштікті сертке адалдығынан болатын. Қазіргі уақытта мынау оңай емес замандарда жұмысқа келіп ант беріп отырсыздар. Менің жариялаған саяси реформалар, жолдау жарияланған, 3-ші жаңғырту деп аталатын жолдау Қазақстанның экономикасының жағдайының барлығының бүгінгі заманның талабына сай болу мәселесі. Ол оңай емес, себебі бұрын соңды болмаған жаңа талаптар жоғарғы буын өкілдеріне аса жауапты жұмыстар жүктелетінін білесіздер. Егемен елімізге, туған халқымызға қызмет ету бәріміздің перзенттік парызымыз. Еш уақытта ұмытпау керек. Осы мәртебелі мақсат жолында аянбай еңбек ету біз үшін ең бірінші талап болып саналады халықтың алдында. Қоғамда қазір қызу талқыланып жатқан тақырып елбасының билік тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта бөлу бастамасы. Тіпті бұл идея әлемдік қауымдастықтың назарын аударып отыр. Бүгін ұлттық музейде елбасы үндеуін талқылауға жиналған мемлекет және қоғам қайраткерлері осылай деді. Жаһандық сарапшылар бұл құбылысты заңды үдеріс деп бағалап отыр. Себебі Қазақстан өзінің жаңа даму кезеңіне аяқ басты. Үндеуді талқылауға жиналған қауымның да пікірі осыған саят. Әрі саяси сауаты жоғары қазақстандық қоғамда мұндай өзгеріске дайын дейді олар. Кеңестік дәуірден қалған саяси жүйені қазіргі заманға сәйкес модельге ауыстыру. Мысалы, осы арада жаңағы өте ұнағаны айталық бұрынғы прокуратура, мысалы соттар мемлекетті қорғап отыратын. Кешіріңіз, сот та, прокуратура да, тергеу да адамның құқығын қорғап отыру керек. Осындай ойлар одан сайын күшейе түсу керек. Билік тармақтарындағы өкілеттіктерді бөлу бастамасы осы уақытқа дейін елде жүргізілген реформалардың жалғасы. Отандық саясаттанушылар осылай дейді. Рас, әлеуметтік экономикалық реформалар ел ішінде тоқтаусыз жүргізіліп келеді. 5 институционалды реформаны бағдар ретінде қабылдадық. Ал бұл жолғы күтіп отырған өзгерістер саяси саланы қамтиды. Енді билік тармақтары арасындағы жауапкершілік нақтыланып, электорат үшін күресте өзара бәсеке артады. Көбінесе Нұр Отанның монополиясы бар. Оған тағы бір сондай Нұр Отан сияқты мықты бір жақсы партия керек. Сол кезде ол бір-бірін тон ұстастайды. Өйткені конкуренция идея болу керек, конкуренция проектов деген бар. Соның бар жұмыс істеу керек. Біз күтіп отырған реформа билікке біздің елімізді жаһандық нарықта бәсекеге қабілетті етуге көмектеседі. Бұл тек билікте емес, бүкіл халықты толғандыратын мәселе. Сол себепті де реформаның қалай жүзеге асуы керек екені жалпы халықтық талқылауға түсіп жатыр. Ел халқы елбасы жолдауына да қолдау көрсетіп жатыр. Стратегиялық құжатта айтылған бастама көп. Соның бірі адами капиталды дамыту. Бүгін саяси зерттеулер институтының қызметкерлері осы мәселе бойынша ой алмасып, нақты қандай бағытқа күш салуға жеттігін талқылады. Әрине, пікірлер сан алуан. Біреулер бұл істі жүзеге асыру үшін әуелі жастар тәрбиесіне ден қоюға жеттесе, енді бірі жұмыс күшіне баса мән берген маңызды дейді. Президент сказал о
человеческом ресурсе. Елбасы адами капиталды дамыту қажеттігін айтты. Адами капиталсыз қоғамда, мемлекетте дамымайды. Екіншіден агроөндірістік кешенді өркендетуді тапсырды. Онсыз әлемдік нарықпен бәсекелесе алмаймыз. Үшіншіден ауыл шаруашылығы кооперативін құру ауылдың өркендеуіне серпін береді. Жолдаудың ең басты мақсаты біз 2050 жылы мықты әлеуметті дамыған елдер қатарына кіру керекпіз. Сондықтан да біздер жаңағы әлеуметтік өзіміздің саламызды дамыта отырып, мына төлемақы бар, зейнетақы бар, соның бәрін 20-30-40%-ға көтереміз деп жатырмыз. Бірақ ол жаңағы пайыздан ақшаға ауыстырсақ, ол бірнеше үлкен қаражат болып табылады. Ондаған жүздеген миллиард теңге, соның бәрін мемлекет қай жерден алады. Сондықтан да болса тек технологиялық модернизация, шағын және орта бизнесті қолдау арқылы соған жетеміз деп ойлаймын. Кәсіптік стандарттар еңбек нарығының талаптарына және әлемдік тәжірибеге бейімделу керек. Бұл елбасы жолдауында айтылған тағы бір бағыт. Президенттің пәрменімен биылғы оқу жылынан кәсіптік техникалық білім беру ақысыз болады. Оқу орындары жобаны жүзеге асыруға қаншалықты дайын? Отандастарымыз нақты қандай мамандықтардың қыр-сырын меңгере алады? Жас мөлшерінде шектеу бар ма? Оқу мерзімі қанша? Әріптесім Гүлмайра Қуатбайқызы осы сауалдарға жауап іздеп көрді. Атыраудағы теңіз кен алабында тың жоба қолға алынған. Соған сәйкес 56 мың тонна металл қондырғысы құрастырылады. Оны атқаруға мыңдаған дәнекерлеуші керек. Сондықтан Нұрбек Құбаев осы мамандықты терең меңгерсем деген ниетте. Болашақта енді тек қана осы электродуговой емес, басқа да сварканың түрлерін үйрену мақсатымызда ол күн сайын өзгеріп тұрғанғасын ол алға қарай дамып, тек алға қарай жаңа аппараттармен, жаңа технологиямен жұмыс жасап үйрену керек. Атыраудағы жоғары техникалық колледж бастаманы жүзеге асыруға кірісіп кетті. Нұрбек Құбаев сол жерде тегін білім алуда. Мамандық алған соң жұмысқа да жолдамамен орналасатындығына сенімді. Себебі кәсіптік техникалық білім иелеріне сұраныс жоғары. Сырт көзге жеңіл көрінгенмен, темірді дәнекерлеудің өзі өнер. Аталған мамандықтың қыр-сырын толықтай игеру үшін кем дегенде жарты жыл оқу керек. Алғашқы сабақта қандай қателіктерге жол бергендігімді жас маманнан сұрап көрелік. Сіздің бірінші қателігіңіз, сіз электродты темірге өте жақын ұстадыңыз. Ал екінші қателігіңіз, темірді сезіне білу керек. Жандос 3,5 жылда темір кесіп, жамау мен электр қондырғыларын орнатудың сан жолын үйреніп, ағаштан түйін түйудің шебер атанады. Ал елбасының кәсіптік техникалық білім беру туралы бағдарламасы жұртшылықтың қысқа мерзімде сан саланы игеруіне жол ашпақ. 2017 жылдың қыркүйек айынан бастап барша республикада колледждар 2 деңгейлік даярлауға көшеді. Ол қазіргі уақыттағы қолданыстағы білім үрдісіне айырмашылығы. Ол орта буын мамандығын алу барысында әр студент 2 жұмысшы біліктілік алуға мүмкіндігі бар. Колледждер бағдарламаны жүзеге асыруға дайын. Жоспарға сәйкес 3 ай сайын жаңа топ қабылданып, жыл аяғына дейін 94 мың азаматқа тегін кәсіптік техникалық білім беріледі. Біріншіден материалдық техникалық базамыз оған дайын. Колледжде 5 зертхана, 7 лаборатория бар, бір топ 15 адам болады. Машинистің көмекшісін техник, механик дейді. Сосын энергетика саласында, байланыс саласында, теміржол саласында мамандар даярлаймыз. Бағдарлама жас талғамайды. 40-ты құрықтап, 60-ты алқымдағанда ақысыз оқиды. Қысқа мерзімді курстар басты негізінде, мына дуалды негізінде оқытылады. Адам дейтін өзін оқытып, мамандық алғанда ол дейтін әрнайы кітаппен емес, теориялық негізінде емес, негізі практикалық негізіне бағытталады. Ол дейтін сол мекемеге барып, өзінің қолымен соның ұстахана болса, өз қолымен істеп, өзіне жасайтын болады. Әңгіме осы оқу орындарының мынау білім жатқан жастардың бәсекеге қабілеттілі болуы. Бұған біз заңдылық тұрғыдан біраз нормалар қарастырылған. Соның ішінде қазір дуальды оқу. Біз болашаққа қарай ұмтылуымыз керек. Басты мақсат теория мен тәжірибені ұштастырған кәсіби білікті мамандарды даярлау. Отандастарымыз техника, технология, ауыл шаруашылығы және қызмет көрсету салалары бойынша 160 мамандықты тегін оқуға мүмкіндік алады. Осылайша 2020 жылға дейін кадр тапшылығы мәселесін толықтай шешу көзделген. Гүлмайра Қуатбайқызы, Мейрамбек Ақмаханов, қорытынды жаңалықтар. Елбасы жолдауында әлеуметтік саланы дамытуға ерекше ден қойылған. Ардагерлер ұйымы орталық кеңесінің мүшелері осылай деп есептейді. Арендалық тұрғын үй құрылысын, ауыл мен қала арасындағы инфрақұрылымды жетілдіру, дәрі-дәрмек бағасын реттеу және кейбір әлеуметтік төлемдерді өсіруге қатысты елбасы тапсырмалары халыққа деген қамқорлықтың көрінісі дейді олар. Осы жылы
пенсияның 20% өсетіндігін жиі еске алып отыр. Одан кейін 2018 жылғы базалық пенсияның зейнетақының өсуі туралы мәселе. Бұл да біздің ардагерлерімізге ерекше назар аударып отырған мәселелердің бірі. Биылғы 1 шілдеден бастап ел аумағында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізіледі. Жергілікті дәрігерлер бағдарламаның тиімді тұстарын тұрғындарға әзірден түсіндіру керек. Өңірге арнайы барған Сенат депутаты Сергей Ершев осылай деді. Депутат салаға қатысты елбасы жолдауында айтылған бастамаларға тоқталып, қазір дәрі-дәрмек бағасын заңмен реттеу тетіктерін әзірлеу жұмыстары басталып кеткендігін айтты. Түс ауа сенатор Нұрғазған кенішінде болды. Ондағы еңбек ұжымымен кездесіп, жолдауда айқындалған міндеттер мен билік тармақтары арасында өкілеттіліктерді бөлу бастамасына қатысты ойын білдірді. Как депутат парламента. Мәселен, біз парламент депутаттары қандай да бір үміткерді министр лауазымына ұсынып, оны тағайындайтын болсақ, кейін оның нәтижелі жұмыс істеуіне де жауапты боламыз. Өйткені ол өз мойнына жүктелген міндетті лайықты атқара алмай жатса, бізге де үлкен сын. Сондықтан бұл жүйе мемлекеттік қызметкерлердің жауапкершілігін бұдан әрі арттырады. Ал мәжіліс депутаттары Қарағандыдағы машина жасау зауытында болып, кәсіпорын жұмысшыларына елбасы жолдауын жан-жақты түсіндірді. Зауытта жүзеге асып жатқан жаңғырту жұмыстарымен танысып, ұжымның өтініш-тілек, жұмыс жоспарларын тыңдады. Айта кетейік, өндіріс орнында соңғы 2 жылдан бері жаңғырту жұмыстары жүзеге асырылуда. Осы аралықта зауытқа 100-ден астам заманауи жабдық сатып алынды. Жаңғырту жұмыстары аяқталған соң зауытқа тағы 250 адам жұмысқа алынады. Жұмыскерлердің де біз пікірін тыңдап, және ол пікірді мынау алдағы уақыттағы біздің осы аталған реформаларға байланысты заңды талқылап қабылдаған кезде осы пікірлерді міндетті түрде біз әрине қолданысқа аламыз. Парламент депутаттары Астанадағы медициналық холдинг қызметкерлерімен де кездесті. Басқосуда билік тармақтары арасындағы өкілеттіктердің бөлінуі, конституциялық реформалардың жобасы мен Нұрлы жер тұрғын үй құрылысы бағдарламасының артық тұстары аталды. Бұдан бөлек депутаттар президент жолдауының басты тетіктеріне түсініктеме беріп, дәрігерлердің көкейінде жүрген сауалдарына жауап берді. Нұрлы жер бағдарламасында баспанамен қамтудың бірқатар жолдары қарастырылған. Сатып алу және тұрғын үйді жалға алу сынды тәсілдер бар. Әрине мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен жетім балаларға басымдық беріледі. Сондай-ақ тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларына да үй бөлінеді. Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қоры миллиардтаған теңгенің заң бұзушылығына жол берген. Есеп комитетінің мамандары жүргізген тексеріс осыны көрсетті. Жалпы мемлекеттік аудит 93 миллиард теңге бойынша жүргізген. Бұл қаражат Боржақты Ерсай, Алматы Шу темір жолдары, Құрық портында паром салу, сондай-ақ Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағын құру мен дамыту үшін берілген. Мамандардың айтуынша тексеріс кезінде 1,5 миллиард теңге қаржылық, 86 миллиард теңгенің процедуралық заң бұзушылықтары анықталған. На момент аудита вот эти факты. Жұмысты қандай да бір сметалық құжаттарсыз, тиісті органдарға ескертпей мерзімі өтіп кеткен сертификаттар бойынша жүргізген. Мұның бәрі процедуралық заң бұзушылық болып саналады. Негізі жоспарланған жұмыстар түгел аяқталған. Қазір жауапты мамандар бізге қосымша ақпараттарын әкеліп берді. Есеп комитетінде оны тағы бір қарап, талдаудан өткіземіз. Жиында халықтық IPO аясында атқарылып жатқан жұмыстар да баяндалды. 2011 жылы бастау алған бағдарлама аясында Самұрық-қазынаның еншілес және тәуелді 6 ұйымының акцияларын бағалы қағаздар нарығына шығару көзделген. Бірақ бүгінге дейін тек 2 компания ғана нарыққа шығарылған. Жоспарланған 160 мың адамның орнына акцияларды тек 75 мың отандасымыз сатып алған. Мамандар бұл сол кездегі экономикалық жағдайдың өзгеруімен байланысты деп түсіндіруде. Қазагро мен Бәйтерекке қарасты қаптаған еншілес компаниялардың тиімсіз дегендерінен арылған жөн. Холдингтерде бір-бірінің қызметін қайталайтын мекемелер көп. Бұл экономист Ғалым Құсайыновтың пікірі. Арнамызға телефон арқылы сұхбат берген сарапшы жоғарыда айтылған бастамалар мемлекет активтерінің тиімді басқарылуына жол ашады дейді. Екі холдингті қайта құруға қатысты қазір қандай жұмыс жүргізіліп жатқаны белгісіз. Қазагро мен Бәйтерек әзірге ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Я думаю, что сама реорганизация должна проходить не самих Бәйтерек, а Қазагро. Меніңше Бәйтерек пен Қазагроны емес, олардың еншілес компанияларын қайта құру қажет. Өйткені олардың қызметтік міндеттері бірін-бірін қайталайды. Мысалы, Қазақстан ипотекалық компаниясы, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, Бәйтерек Девелопмент бәрі жылжымайтын мүлік мәселесімен айналысады. Сондықтан шығындары да көп болады. Ақшаны оңды солды шашпау үшін бұл компанияларды
біріктірген жөн. Поэтому с точки зрения оптимизации, естественно, лучше эти компании объединить. Мұхтар Әблязовке жаңа айып тағылды. Ол ұйымдасқан қылмыстық топ құрып оған жетекшілік етті деген күдік бар. Бұл ақпаратты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы жариялады. Мәліметтер бойынша тергеу барысында Әблязовтың сыбайластармен банктен жымқырған қаражатты қандай жүйе арқылы заңдастырғаны белгілі болды. Ұлттық бюро банкирді жауап алу үшін шақырып отыр. 10 ақпан 17:00-ге дейін деп мерзімінде көрсеткен. Бірақ қазір күдікті шетелде бой тасалап жүрген көрінеді. Сондықтан хабарлама шетелдегі бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да тағы жарияланады. Айта кетейік, осыған дейін Әблязовке жалған құжат жасады. Банк қаржысын жымқырды деген сияқты бірнеше іс бойынша айып тағылған еді. Қыс ортасынан ауған шақта Шымкентті жылумен қамтамасыз ететін мекеме төңірегіндегі дау өрши түсті. Бұған дейін хабарлағандығымыздай, мекеменің газ тарататын компания алдындағы қарызы 2 миллиард теңгеге жеткен. Берешегін қайтару үшін берілген қосымша мерзімде бүгін аяқталды. Сонымен еліміздегі ең ірі шаһардың бірі жылусыз қалуы мүмкін бе? Тілшіміз анықтап көрді. Миллион тұрғыны бар қаланың басым бөлігін жылумен қамтамасыз етіп отырған орталықтың табиғи газ үшін қарызы күн санап өсіп келеді. Егер қаңтар айында берешегі 1 миллиард 800 миллион теңге болса, бүгінгі күні 2 миллиард теңгеден асып түсті. Алғашында 3 жақты жасалған кесте бойынша қаңтарда төлеулері керек 600 миллион теңгені бере алмаған соң көгілдір отынсыз қала жаздапты. Қуатшылы орталық 3 мекемесі бізге 600 миллион теңге аударуға тиіс болатын. Оның 150 миллионы өткен жылға қарыз, 450 миллионы осы ағымдағы қарызды жабуға. Өкінішке орай қаңтар айы бойынша олар бізге 117 миллион теңге аударды. Қарыздан құтылу мақсатында біз қазір банктерден несие алу үстінде жұмыстарды атқарып отырмыз. Несие 500 миллион алған жағдайда сол қарызымызды өтейміз деп үміттеніп отырмыз. Жылу тарататын орталық отынсыз қалмау үшін қала әкімдігі шұғыл жиын өткізді. Оған жылумен көгілдір отын беруші және жылуды тұрғындарға таратушы мекеме шақырылды. Қызыл таластан соң ортақ келісімге келді. Келесі айда ол график бойынша, жаңағы кесте бойынша қалған суммаларды біз жабатын боламыз. Газ тараптан түсінікпен қарап бұл жағдайға ешқандай шектеу немесе жаңағыдай тоқтату деген мәселе ондай қаралған жоқ. Ескерте кетейік, қаңтар айында жылу өндіретін компанияға газ беру сағатына 10 мың текше метрге азайған. Бірақ ол өндіріліп жатқан жылудың көлеміне әсер еткен жоқ. Қыс ортасында қала жылусыз қалмау үшін қала әкімдігі бұл мәселені назарда ұстайтын болды. Әбдез Рахманұлы, Ерболат Әбішев, Нұрмахан Бекмұратов, қорытынды жаңалықтар, Шымкент. Өзге өңірлерден қысқа нұсқа. Қазақстан Халқы Ассамблеясының Ақтөбе облыстық филиалында елбасы жолдауын талқылауға арналған жиын өтті. Оған аймақтағы барлық этномәдени бірлестік өкілдері мен ақсақалдар кеңесінің және ғылыми сараптамалық топ мүшелері қатысты. Ақтөбеліктер білім беру және медицина салаларына қатысты елбасы ойларына үн қосып жатыр. Ертіс өңірінде бір жылда 500-ге жоқ фермер мемлекеттік қолдауға ие болды. Мал өсіріп, құнарлы жердің ебін тапқан еңбекқор жандар 1 миллиард теңгенің несиесіне қол жеткізген. Шаруалар береке, бірлік және ынтымақ бағдарламаларының мүмкіндіктерін кеңінен пайдаланып жатыр. Атырауда Жайық өзеніне батқан кемелерді шығару жұмыстары басталады. Өңір басшысы Нұрлан Ноғаев жауапты тұлғаларға тиісті тапсырма берді. Жалпы Жайық өзеніне батып кеткен, жағасында қалған кемелер мен баржалар жеткілікті. Олар қоршаған ортаны ластап, су көліктерінің қозғалысына кері әсерін тигізіп жатыр. Жамбылдық дәрігерлер жедел респираторлы вирустық инфекциялармен күресті күшейтті. Өңірде ауру асқынып тұр. Вирус жұқтырғандардың арасында жүкті әйелдер мен балалар басым. Қазір бір ғана облыстық балалар жұқпалы аурулар ауруханасында 200 тұрғын емделіп жатыр. Семейлік жауынгер Николай Сорокиннің сүйегі 73 жылдан кейін Эстония жерінен табылды. Іздестіру тобы майдангердің ат жөнін сүйекпен бірге қазылып алынған ерлігі үшін медаль арқылы анықтаған. Сарбаз қан майданда 1944 жылы қаза тапқаны белгілі болып отыр. Бүгін оның сүйегін жерлестері мен туыстары туған жерінде арулап көмді. Алматыдағы бүкіл әлемдік 28-ші қысқы универсиада ойындарының 4-ші жарыс күні қазақстандық шаңғышылар мен биатлон шеберлері үшін табысты өтті. Биатлоншы қыздарымыз жеңісті дәстүрді жалғастырып, кешенді сындағы кезекті алтынды ел қоржынына салса, шаңғыда да медальдің сыңғыры естілді. Алатау етегіндегі жарыстың басы қасында жүрген спорт шолушымыз Қанат Базылхан сөз алады.
Алатаудың ақ қарында Қазақстанның қоржынына қос алтын медаль түсті. Биатлоннан әйелдер арасындағы 7,5 шақырымдық спринтерлік сайыста Галина Вишневская қысқы универсиада чемпион атанды. Қашықтықты 21 минут 43 секундтан аяқтаған семейлік биатлоншы екінші орын алған украиналық спортшыдан 22 секундқа ұзап кетті. 2 күн бұрын жекелесінде қателік жіберіп, күміс жүлдені қанағат қылған Вишневская бұл жолы өз мықтылығын дәлелдеді. Алғашқы ату алаңында нысанадан мүлт кеткен жерлесіміз келесі айналымда жылдамдығын арттырып және ату кезінде де салқынқандылық танытты. Нәтижесінде алғашқы кезеңдегі уақыттың есебін шаңғымен жүгіруден қайтарып алды. Жарыс алдында қатты қобалжыдым. Себебі универсиада мен үшін өте сәтсіз басталып, қателіктер көп болды. Бүгін сол кемшіліктерден қорытынды шығарып, тек өз білгенімді көрсетуге тырыстым. Алайда алғашқы ату кезінде тағы да оғым тимей жатты. Бірақ бұл мені аса алаңдатқан жоқ. Екінші мүмкіндікті тиімді пайдаланып, жүгіруде жылдамдық қосып, өз мақсатыма жеттім. Биатлон командасының ең мықты қыздар арасындағы спортшымыз, сондықтан құтты болсын. Бәріміз соны күткенбіз. Енді мынау министрлік тарапынан да көптеген жұмыстар атқарылды. Дайындық жұмыстарына, осы спортшыларға бәр жағдай жасадық. Осы елді қуанту үшін, қазақ елін қуантып, осы өзіміз өтіп жатқандықтан, сондықтан біздің спортшыларымыз әлде де нәтиже береді деп сенеміз. Ерлер арасындағы 10 шақырымдық спринтерлік жарыста да жерлестеріміз жерге қаратқан жоқ. Бұл сында Қазақстан атынан 6 биатлоншы бәсекеге араласып, арасынан Роман Еремин көзге түсті. Екінші ату алаңынан кейін 9-шы орында тұрған қазақстандық биатлоншыдан жүлде күткендер аз еді. Алайда Көкшетау университетінің студенті талайларды таңғалдырды. Роман Ереминнің екпіні жерлесімізді үздік үштіктің қатарына бірақ шығарды. Подвиги, наверное, не совершаются. Мен соншалықты ерлік істедім деп ойламаймын, тек өз жұмысымды атқарып шықтым. Жай жарысып жүрмегенімді өзіме дәлелдеу керек болды. Мен үшін қаншама адамдар алаңдап, жүйкелерін жұқартып еңбек етті. Соларға нәтижем арқылы алғыс айтуға ұмтылдым. Биатлоншылардың жеңісті жолын іліп әкеткен шаңғышы Иван Люфт ел қоржынына кезекті алтын медальды салды. Спринтерлік сайыста ресейлік қарсыластарының алдын ораған қазақстандық спортшы Алматы универсиадасының чемпионы атанды. 18 жасар шаңғышыдан ешкімде мұндай ерлік күтпеген еді. Ресейлік үштіктің соңына түскен Иван сосын орта жолда жылдамдығын арттырып алға шықты. Мәреге таяған тұста бар күшін сарқыған қазақстандық спортшы қарсыластарын қапы қалдырды. Жеңіске жететініме сенімді болдым. Соңғы күшім қалғанша жарыстым. Жеңіске деген жігер мінез көрсетудің арқасында мақсатым орындалды. Өте қуаныштымын. Бұл жетістік жаттықтырушыларымның арқасында келді. Әйелдер арасындағы спринтерлік сайыста қазақстандық шаңғышы Анна Стоян қола жүлдегер атанды. Алтын мен күміс Ресейге кетті. Ертең биатлон мен тау шаңғысынан және конькиден шаңғы қос сайысы мен фристайлдан да универсиаданың мықтылары анықталады. Жалпы 8 медальдар жиынтығы өз иесін табады. Қанат Базылхан, Батырбек Адылбек, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан. Фристайл жарысы да біздің спортшылар үшін сәтті өтіп жатыр. Бүгін Шымбұлақта өткен фристайлдың могул атты түрінен Юлия Галышева мен Дмитрий Рейхард 6 медальдарды жеңіп алды. Бұл жарыста әлемнің 20-ға жуық елінен келген 34 шаңғышы бағын сынады. Іріктеу кезеңінен сүрінбей өткен Юлия Галышева ақтықсында да дайындығының жоғары екендігін дәлелдеді. Ол ресейлік және австриялық шаңғышыларды шаң қаптырып, 73,80 балл жинап, универсиада чемпионы атанды. Іле-шала оның жеңісті жолын Дмитрий Рейхард жалғастырды. Финалда ресейлік спортшы Сергей Шибуевпен арадағы бәсеке қызу болды. Алайда төрешілер Рейхардтың шеберлігіне әділ бағасын беріп, бас жүлдеге лайық деп тапты. Жерлесіміз Павел Калмаков та сәтті өнер көрсетіп, қоладан жүлде тақты. Жеңісті отбасыма Қазақстанға арнаймын, қуаныштымын. Енді Жапонияның Саппоро қаласында өтетін Азия ойындарына дайындаламын. Жарыс сәтті аяқталды. Жеңіске жеткеніме қуаныштымын. Енді алдағы уақытта Корея мен Жапонияда өтетін әлем кубогына дайындаламыз. Аламанның қызуы әлі баста қойған жоқ. Әзірге спортшыларымыздың аяқ алысы жақсы. Жалпы командалық есепте Қазақстан құрамасы күміс тұғырынан түскен жоқ. Қоржынымызда 15 медаль бар. 6 алтын, 2 күміс және 7 қола. Бүгін осы қысқы ойынның қосымша билеттер сатыла бастады. Бұл туралы универсиада дирекциясының өкілдері хабарлады. Соңғы күндері әлеуметтік желілерде осы билет мәселесі төңірегінде түрлі жазбалар көбейіп кеткен еді. Жарыс өтіп жатқан орындар жартылай бос, бірақ билет жоқ деген мазмұнда. Сөйтсек, бұл орындардың дені әу баста арнайы тіркеуден өткен шетелдік делегаттарға арналған екен. Қазір олардың 90%-ын сатылымға шығару туралы шешім қабылданды. Спрос у нас сейчас
Қазір билеттерге сұраныс көп. Сондықтан енді билеттері толықтай сатылып кеткен жарыстарға қосымша кіру билеттерін сатуды ұйғардық. Яғни орындары көрсетілмеген билеттерді сатып алып, ішке еніп тұруға болады. Ұйымдастырушылардың дерегі бойынша бүгінге дейін универсиада ойындарына 184 мың билет сатылған. Өкінішке қарай алып сату фактілерде жиі кездесіп жатыр. Соңғы 2 күнде тәртіп сақшылары 8 адам ұстап, олардан 500 билет тәркілеген. Қазір алыпсатарлардың жолын кесу үшін билет алушыларға шектеу қойылды. Енді бір адам әр дегенде 5 билет қана сатып алады. Астана опера Мариинский театрының сахнасында Париж Құдай анасының соборы балетін өнерсүйер қауымның назарына ұсынды. Өткен жылдың шілдесінде Виктор Гюго романының желісімен әзірленген балеттің тұсауы Астана опера театрында кесілген еді. Жаңа қойылым енді Петербург сыншыларынан жоғары бағаланып отыр. 2 күн көрсетілетін спектакль аншлагпен өтіп жатыр. Қазақ театры Ресей елін қандай ерекшелігімен қайран қалдырды? Тілшіміз тарқатады. Ресейдің мәдени астанасының өнерсүйер қауымы әйгілі Марижар балетін бұдан 40 жыл бұрын тамашалаған еді. Ол кездері балет хореографы дарынды Ролан Пети бас кейіпкер Квазимода рөлін өзі сомдаған. Міне бүгін Астана опера әртістері петерборлықтарға дәл осы балетті сыйға тартты. Туынды атаңызға айналған Мариинский театрының жаңа сахнасында қойылды. Балет сыншылары бұл спектакльді өткен ғасырдың ең күрделі қойылымы деп санайды. Сонымен бірге балеттің ерекше хореографиясы әлі күнге дейін жаңашылдығы мен маңыздылығын жойған жоқ. Бәріміз біз тек қана пластикамен, тек қана өзіміздің актерлік шеберлігімізбен көрсетеміз. Ол скимл болсын, және де өзіміздің көзіміздің қарасы болсын, ішкі дүниедегі мысалы махаббат болсын, Эсмеральда деген білдірген махаббатымыздың бәрі, ол қатты гримге жүгінбей, өзіміздің пластикалық актерлік шеберлік арқасында шығарғандықтан, мен үшін бұл рөл өте қызық. Астана опера театрын петерборлық қауым ерекше ықыласпен қарсы алды. Себебі қазақстандық өнер ұжымы Петербор тұрғындарына танымал. Осыдан 3 жыл бұрын олар Мариинский театрының негізгі сахнасында Біржан Сара мен Аттила операларын қойып құрметке бөленген. Потрясающие солисты, талантливые люди. Керемет дарынды солистер. Сонымен бірге кардебалеттің рөлі бас кейіпкерлердің партиясынан кем емес. Балет хореографиясы аса күрделі. Кардебалет болса бір тұтас ағза секілді қимылдайды. Әр әртістің шынайы орындауына, қойылым техникасының шеберлігіне өз басым тәнті болдым. Полном восхищении. Тамаша, ласкала қойылымымен салыстыруға да болады. Астана операның келгеніне рахмет. Бірнеше жыл бұрын осында қойылған Аттила операсы әлі есімде. Осы театрды жиірек көргіміз келеді. Астана операның бұл сапары Экспо 2017 көрмесінің аясында жүзеге асты. Өз кезегінде әйгілі Ресей театры Астанада өтетін халықаралық көрме кезінде елордамызда Вердидің Симон Боканегро операсы мен Мендельсонның Жазғы түндегі ұйқы балетін ұсынатын болды. Дана Нұржан, Тимур Алтынбаев, Ресей, қорытынды жаңалықтар. Бүгінгі айтарымыз осы. Жеңісті күндеріміз көп болсын.